Ақбаянның шашын алдық. Атыраудағы іске күдіктінің анасы бір құпияны ашты. Атырау облысы Жангелдин ауылында болған қанды оқиғаға байланысты негізгі күдіктілердің бірі ретінде аталған Сұлтан Сәрсемәлиевтің анасы келіні Ақбаян Мұханғалиеваға қатысты тың мәліметтерді жария етті. Бұл туралы Politico.kz сайты хабарлайды. Марқұм ерлі-зайыптылардың кенже қызының енесі құқық қорғау органдары кейбір жайттарды бұрмалап, жағдайды толық түсінбей отыр деген пікір білдірді. Оның айтуынша, келінінің шашын тықырлап алу тұрмыстық зорлық-зомбылықпен байланысты емес. Журналист Руслан Өтепбайдың келінінің шашын не себепті алдыңыздар деген сұрағына ол алдымен келінінің денсаулығына байланысты мәселе туындағанын айтты. Келінінің үсті басына жара түсіп кетті. Биттеп кетті. Амал жоқ. Тықырлап алып тастадық. Өзім рұқсат бердім. Сұлтан шашын алып таста. Түнімен басын қасып, жара қылды. Жаймасының бәрі жараның қабығынан көрінбейді. Балаларға жұғып жүрер дедім, дейді ол. Оның сөзінше, бұл шешім зорлық-зомбылықтан емес, гигиеналық себептерден қабылданған. Сұлтан қиялмады. Қанша дегенмен сүйіп қосылған келіншегі ғой. Бірақ жаз мезгілі душ бар. Ақбаян өзі қарсы болған жоқ. Қайта рахаттанып қалды. Басын жуып, тазалап бердім. Қан құйылғаннан реакция беріп тұрған. Полиция оны басқаша түсінді. Неге алдыңыз шашын деп, күйеуінен таяқ жеп, шашын алып тастаған деп ойлайды. Аралары жақсы болды, кикілжің болған жоқ, деді күдіктінің анасы. Қадірлі көрермендер, бұл әңгімені оқығанда бір жағдайдың әр тараптан әрқалай көрінетіні байқалады. Енесі гигиеналық себеппен алдық деп отыр, ал сырт көз бірден басқа ойға кетуі мүмкін. Шашты тықырлап алу расында ауыр көрінетін әрекет. Сондықтан қоғамда күмән тууы түсінікті. Бірақ нақты не болғанын тек тергеу анықтайды. Егер расымен денсаулыққа байланысты балаларға жұқпасын деген оймен жасалса, оны бірден зорлық-зомбылық деп қабылдау да дұрыс болмас. Дегенмен, бұндай жағдайлар ашық әрі мұқият тексерілуі керек. Қазір ең бастысы эмоцияға берілмей, бір жақтың сөзімен үкім шығармау, шындық толық анықталса ғана бәріне әділ баға беріледі. Барша тарапқа сабыр керек сияқты.